алып қашқан деген енді бір кезде қазақта болды, бірақ ол басқа заманда болды. Одан кейінгісі қыздың ата-анасы той жасап бере алмаса, енді алып қашқан сияқты болып, әлгі бара бергін деп келісімін беріп, келісімменен барғандары болды. Енді жаңағы өзі жақсы көрсе бетті қайтсем де осыны аламын да кетемін деп түрлі әрекет жасап, қыздың қаламағанына қарамаған деген бұл енді дұрыс емес, өте дұрыс емес. Жабайлық қой. Мына заманда осындай дәрежеде еліміз егеменді ел, тәуелсіз ел, еркін өсіп атқан бала шаға, енді ондай мен жақсы көрдім екен деп өзі айтады ғой, мына қазақта өзің сүйгенді емес, өзіңді сүйгенді ал деп. Сол мен өзім жақсы көрді екенмін деп, ол ертең қаламаса, олда қандай жанұя болады? Қалап барып алып, міне екісінің бірі ажырасып кетіп жатыр. Әлгі жақсы көрдік, біріміз ойбай мінекей, осындай деп барғанның өзі мынандай жағдайға түсіп жатыр. Біріне бағынғысы келмей, бірін тыңдағысы келмей. Ол өте, енді Шымкенттегі жағдай, ол өте қиын жағдай болды. Оның үстіне көрдіңіз ба, ол қыз шағымданған екен, заңды жерлерге айтылған екен, ешқандай мен ойлаймын, ана баланың психикасында ауытқу бар деп. Ауытқу бар. Сондай жағдайға бару деген өз дәрежесінде ойлайтын, оның психикасында үлкен ауытқу, ауру бар ма, жоқ, бір келген бір стресстер бар ма, айту бір нәрсенің әсері болған.